Сыздар менің қолдаушыларым, менің арнама хош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Мен 1988 жылы Қарақалпақстан жерінде шағын отбасында дүниеге келдім. Отбасымызда әке-шешем, әпкем және менен кейінгі сіңіліммен 5 жан едік. Әкем өте момын, 5 саусағынан өнер тамған ұста болатын. Қақ-соқпен шаруасы жоқ, өз жұмысын істеп, демалыстарда ащы судан ұрттап қойып, ешкімге зиянын тигізбей, өзімен өзі жүре беретін. Ал анам керісінше, долы мінезді, адуын кісі еді. Осы мінезіне сай, анам әу бастан-ақ отбасымызда матриархатты орнатқан екен. Әкем тек табыс тауып әпкеледі. Ал анам оны жаратып, отбасылық мәселелердің барлығын ақылдаса келе, өзі шешім қабылдайтын. Тұрмыстық жағдайымыз төмендеу болатын. Жалғыз табыс табатын әкем еді. Ал анам ешқашан жұмыс істеп көрмепті. Мектеп қабырғасынан шыға салып-ақ, әкеме тұрмысқа шығып кеткен екен. Содан бері үй шаруасын жасап, бізді дүниеге әкеліп, бағып өсіріп үйде отырған екен. Тек арасында ғана әйтеуір тігіс тігіп, аздап тиын тебен табатын еді. Анамның жолын қуып, әпкем де мектепті бітіре салып, көрші ауылға тұрмысқа шығып кетті. Әпкемнен кейін ізінше мен де мектепті бітірдім. Отбасымыздың тұрмыстық жағдайына қарап, жоғары білім алу жайлы сөз де қозғамадым. Анам болса, байға ти, болмаса жұмыс істеп ақша тап, деп мені көкөніс сататын базарға бір құрбысының жанына көмекші етіп жіберді. Сөйтіп ересек өмірге қадам баса салып-ақ ауыр еңбекке жегілдім. Күнде әтеш шақырғанда оянып, шала-шарпы бетімді жуып, бір кесе шай ішсем іштім, ішпесем түске қарай жұмыста бір-ақ жетінмін. Бара салып қап-қап жеміс пен картоп, пиязды сортировать етіп, пакеттерге саламын. Шірік-мірігін қоқысқа жібересің. Укроп, петрушка секілді көктерді бір келкі бума етіп жіппен орап, сатылымға шығарасың. Осылай таңертеңнен қара кешке дейін суық складта салпаңдап жүресің де қоясың. Әкем секілді мен де бар тапқанымды шашауын шығармай үйге келіп анамның алақанына салатынмын. Сөйтіп 2005 жылы туған туыс ауылдастарымыз Қазақстанға үдере көше бастады. Ойбай, елге қоныс аударып келіп жатқан оралман қазақтарға қомақты түрде қаражат беріп, яғни квота, азаматтық беріп жатыр екен. Ол жақта тұрмыс жағдай жақсы екен. Бар жағдайыңды жасап аласың, деп айтып жатқан соң, анамның құлағы елеңдеп, әй қожабай, үйді сатуға қоямыз. Ар жақ бер жақты жинай бер. Мен құжаттарымызды реттестірейін, деп әкеме бұйрықты берді де, өзі шұғыл іске кірісіп кетпек болып ауданға кетті. Қазақстанға көшетінімізге сіңілім екеуміз де қатты қуандық. Ол жаққа елге барсақ, бүкіл өміріміз өзгеріп, болашағымыз жарық болатын секілді, іштей көкірегімді керемет бір сезім кернеді. Әкем мен сіңілім үшеуміз 3 бөлмелі кішкентай үйіміздің айналасын жинастырып, қажет деген дүниелерімізді буып түйе бастадық. Алайда сатылымға қойған үйіміз тез арада сұраған бағамызға өте қоймады. Әкем анама, бәтес, үйді сатуға асықпайық та. Кім біледі, ертеңгі күні ол жаққа барғанда бізді құшақ жая қарсы алып, қолымызға үй алыңдар деп қомақты ақша ұстата қоятындарына аса сенімді емеспін. Екі ортада үйсіз-күйсіз қаңғырып қалмаймыз ба, деп сенімсіз түрмен қарап еді. Анам, ей, қойшей сен де, мүләйімсімей. Жұртпен бірге көрерміз де, осылай отыра береміз бе? Анау Күлайша кеткелі 3 ай болды емес пе?
квотасын алып сол жақтан жер алыпты. Енді артынан ұлдары барып, үлкен үй салып жатыр екен. Ортаншы баласы мәшине алып такси болып жұмыс істеп жүр екен. Келіні сол жаққа барып босанған екен, тәп-тәуір жөргек бұл мен ай сайын пособие алып отыр екен. Мына қыздардың да болашағын ойлайық та. Мұнда өзбекке құл болғанша сонда барып, өз елімізде сұлтандай болып өмір сүрмейміз бе? Болды. Үй сатылмаса да құлыптап кете береміз. Сол жақтан пәтер жалдап тұрамыз. Кейін клиент болса, үйді сатып жер аламыз. Квот алып бізде үлкен үй тұрғызып аламыз, деп кесіп айтты. Анам осыны айтып жатқанында бетіне қан жүгіріп, құтты бір сонда барып, барлығын жайғастырып қойғанда еді. Әкем басын қасылап отырды да, «Қой, олай болса, мен ұстаханадағы заттарымды жинастырайын», деп орнынан тұрып, сарай жаққа қарай беттеді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін нағашы жұртымызға еріп, буынып-түйініп бізде Қазақстанға қоныс аударып келдік. Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты үлкен селоға келіп, нағашы тәтеміздің отбасымен бірге иесіз шағын үйді жалдап жайғасып алдық. Мұнда біз жақтан көшіп келгендер көп екен. Өзімді Алматыға емес, Қарақалпақстандағы басқа бір ауылға келгендей сезіндім. Нағашы тәтем мен ата-анам күнде халыққа қызмет көрсету орталығына барады. Әйтеуір азаматтық квота алу үшін құжат тапсырамыз деп, анда да мында да кетеді. Ал сіңілім осындағы жергілікті мектепке барды. Мен де қарап отырмайын деп, жан-жағымда айнала шолып қарай бастадым. Бір жұмыс тауып алсам екен деп, өзіміз секілді көрші оралман қыз келіншектермен танысып сұраса бастадым. Сөйтіп 2 жеті өткеннен кейін сондағы жергілікті жағдайы жақсы бір отбасына үй тазалаушы болып жұмысқа жалдандым. Жұмыс беруші хазайка Мадина ханым маған, «Жансая, сендер жақтан келгендер үй тіршілігіне пысық болады екен. Сенің алдыңда істеген жас келіншек те үй тіршілігі мен қара жұмыстан қашпайтын өте пысық еді. Бар шаруаны жылдам әрі тыңғылықты орындайтын. Аяғы ауырлап қалған соң амалсыз кетуіне тура келді. Сен де сондай өз ісіңе адал пысық болады деген үмітпен жұмысқа алып жатырмын. Не подводи, деп күліп қойды да мені жұмысқа алды. Жап-жақсы айлық беруге уәде етті. Содан анама айтып едім, анам қарсы болмады. Керісінше қуанып кетті. Жансая, квота алғанша жұмыс істегенің жақсы. Құжат жөндеуге де біраз қаражат қажет болады. Істей бер, деді де, сосын, сүмірейіп жүре бермей жан-жағыңа қарай жүр. Жергілікті отбасында жұмыс істейтін болсаң, солардың таныс туыстарына көз қырыңды сала жүріп, болашағыңды ойла. Тек осы жердің жігітіне жағдайы тәуір отбасына тұрмысқа шығуға тырыс деп, нақтылап тұрып айтты. Мен шынымды айтсам тұрмысқа шығу жайлы көп ойлай бермейтінмін. Өйткені әпкеме қарайтынмын да, бұлай күйеуге шыққанша шықпағаным дұрыс-ау деп ойланып қалатынмын. Әпкем бақытсыз еді. Жездем көп ішетін, ішіп алғанында әпкемді еш себепсіз ұрады екен. 2 рет беті көгеріп, баласымен жылап келгенінде анам, өзің байсырап тиіп алған күйеуің, сендерді мен қосқан жоқпын. Шыдайсың енді, деп қайтарып жіберген болатын. Сонда әпкеме қатты жаным ашып жылап едім. Содан бері ер адамдардың барлығы жездем секілді көрінетін. Мектеп қабырғасында жүргенімде мінезім бұйығы болып өстім. Бірақ өте реңді едім. Сыныптағы ұлдардың көпшілігі дос болайық деп, сөз салғандарында қашатынмын. Өйткені отбасылық жағдайымыздың төмендігінен қысылатынмын.
Бірен-саран ғана достарым бар еді. Соның бірі Айсара атты жалғыз құрбым болатын. Сонымен ғана сырласатынмын. Ол да болса ауылда қалып қойды. Сөйтіп келгенімізге 2 аптаға жуықтаған уақытта Мадинаның үйіне дом работница болып жұмысқа шықтым. Аптасына 3 рет барып, 2 қабатты үйін жылан жалағанда етіп тазалап кетемін. Мадина орталықтағы базарда 2-3 точкасы бар шетелден әйелдер киім-кешегін әкеліп сататын. Жолдасы қалада банкте бір бөлімді басқарады екен. Үлкен қызы студент, одан кейінгі ұлы жоғары сыныпта оқитын. Ал кенже қыздары бала бақшаға баратын. Кейде Мадина осы кенже қызын бақшадан алып келші. Қосымша ақы төлеймін деген соң қолы тимей жатқан кездерінде алып келіп, хазайкам келгенше ұлы екеуіне кешкі астарын беріп қарап отыратынмын. Әрине, мұным үшін қосымша ақы төлейтін. Сөйтіп көлігімен үйге дейін жеткізіп салатын. Біздің жалғалған үйіміз Мадинаның үйіне алыс емес еді. Бір ауылда, көшенің бас жағында болатын. Бір күні әдеттегідей жұмыстан шығып, көшенің бойында жаяу келе жатыр едім. Жаныма әдемі көлік мінген бір жігіт тоқтай қалып: "Қарындас, жаяулатып қайда барасыз? Отырыңыз, баратын жеріңізге жеткізіп салайын" дейді. Еңкейіп қарасам, өте келісті, жүзі жылы жігіт екен. Әдетте өте сақ едім. Қырындаған бейтаныс жігіттерге қабағымды түйіп, жандарынан өте шығатынмын. Ал мына жігітке өте алмадым. Жымия қарап отырған жігіттің көлігіне қалай отырғанымды да білмеймін. Белгісіз бір күштің әсерімен алдыңғы орындыққа жанына жайғастым. Отыра салып-ақ танысып алдық. Бұл жігіттің есімі Серік екен. Осы ауылда туып өскен ұлы жүздің жігіт екен. Қалада, Алматыда жұмыс істеп, сонда пәтерде тұрады екен. Мұнда ата-анасына келіп тұрады екен. Ол мені үйге дейін апарып салайыншы деп өтінген соң келістім. Өзім де аздап шаршап тұр едім. Жеткізіп салғанына қуанып қалдым. Сөйтіп екеуміз жол бойы танысып, әңгімелесіп келдік. Үйге жеткен соң, Жаник дос болып кездесіп, әңгімелесіп тұрсақ қалай қарайсың дегенде, қызарақтап ұяла келістім. Мені Жаник деп еркелете сөйлегені қатты ұнап қалды. Бала кезімнен ата-анамнан жылы сөзді көп ести бермейтіндіктен бе жүрегім елжіреп қалды. Сөйтіп, Мадинаның үйіне барған сайын көшеде жан-жағыма алаңдап, Серікті іздейтін болдым. Серік Мадинаның үйінен 4 үй ғана ары тұрады екен. Бірақ қанша көргім келгенімен Серік көзіме түспеді. Ол кездері ұялы телефон деген енді ғана шығып жатқан болатын. Сонда да оны қолы жететіндер ұстайтын. Серіктің ұялы телефонының нөмірін де алмаған екенмін деп өз-өзімді сөктім. Сөйте тұра кейде ойланып қалатынмын. Маған не болды соншама? Бір көрген жігітті ойлай беріп, ол маған ештемеге уәде берген жоқ қой. Тіптен ол мені ұнатады ма екен? Әлде жай ғана қырындап, ертесінде ұмытып кетті ме екен деп ойым сансаққа кетті. Бірақ іштей оны ұнатып қалғанымды білетінмін. Бір көргеннен ғашық болу деген осы шығар деп ойладым. Оны көргім келіп кездесіп қалғым келетін. Ойнақы сөздерімен жымиғаны, тап-тұйнақтай киінгені, үстінен қымбат әтірдің иісі шығып, көңіліңді ерекше масайтатынындай еді. Көлігі де өзіне жарасып тұратын. Қара көзілдірігін тағып алғанында, құдды теледидардағы кинода ойнайтын заманауи актерларға ұқсайтын. Осылай жүргенімде ауылдан күйеуінен қашып ажырасамын деп, 2 баласымен жылап-сықтап артымыздан әпкем келді. Сөйтіп анам әпкеме де квота туралайтын болып,
жанымызда қалуына рұқсат беріп алып қалды. Әпкем келгеннен кейін біз Мадина хазайкамның ауласындағы 3 бөлмелі времянканы жалдап сонда көшіп келдік. Мадинаға менің жанында тұрғаным ыңғайлы еді. Ал маған Серіктің үйіне жақын тұрғанымыз жақсы еді. Тым болмаса оны сыртынан көріп тұрар едім. Бұл кезде әкем бір мекемеге ұста болып орналасқан болатын. Ал әпкем орталық маңындағы бір кафеге ыдыс жуушы болып жұмысқа тұрды. Содан бір күні әпкеме ішкі сырыммен бөлісіп, ғашық болғаным жайлы айтып едім. Әпкем, Жансая, сүйіп қалсаң бақытың үшін күрес. Ұялмай-ақ, алғашқы қадамды өзің-ақ жаса деп, бар ақыл кеңесін айтты. Содан бір күні әпкем екеуміз кешкісін жай серуендеп жүргенге ұқсап, Серіктің үй жағына бардық. Дарбазасынан ақырын сығалап қарасам, көлігі тұр екен. Мұны көріп қуанып кеттім. Жүрегім дүрсілдеп сала берді. Әпкеме ақырын ғана үйінде екен. Қаладан келгенге ұқсайды, деп едім. Әпкем үйлерінің телефон нөмірін біліп алайық та, сосын звондайсың деп, әпкем сол көшедегі дүкенге кіріп, сатушы тәтеден Серіктің үйінің телефон нөмірін алып шықты. Сөйтіп үйге барғаннан кейін Мадинаның үйіндегі телефоннан Серіктің үйіне хабарластым. Ғашықтық сезімі ғой. Мені мұндай қадамдарға итермелеген. Оның үстіне анам да құлағыма құя беретін. Жақсы отбасына, жергілікті жігітке тұрмысқа шық деп. Содан тұтқаны әйел кісі көтерді. Анасы болар деп шамаладым. Амандасып Серікті сұрап едім, ар жағына айқайлап шақырып жатты. Секош, тұтқаны алшы, құрбыларыңның бірі хабарласып жатыр, деп шақырды. Серіктің даусын естігенімде тұла бойым бір түрлі шымырлап кетті. Амандық сұрасып хабарласқаныма таң қалмады. Өйткені үйінің телефон нөмірін өзі бердім деп ойлап қалды. Сөйтіп кешке кездесетін болдық. Сол күні Құдай жар болып, ата-анам Қарақалпақстандағы үй сатылатын болып, шұғыл жиналып түстен кейін жолға шығып кетті. Әпкем кешкі кездесуге мені барынша дайындап, асықпай қыдырып кел деп шығарып салды. Серік көлігімен дарбазаның алдына келіп тұр екен. Барынша әрленіп, сәнденіп шыққан маған басымнан аяғыма дейін тамсана қарап қалғандай еді. Сөйтіп менің өтінішім бойынша Алматыны қыдыртуға қалаға алып шықты. Мұнда келгенімізге біршама уақыт болса да, қаланы көрмеген болатынмын. Алматы әсем қала, арман қала, деп босқа айтпайды екен ғой. Көшедегі шамдардың жарықтары шағылысып, түнгі қала керемет әдемі еді. Серік қаланы таныстырып келеді. Өзі сондай келісті жігіт еді. Ойнақы мінезі, сөйлеген сөзі, әтірінің иісі адамды ерекше баурап алатын еді. Сол кеште алғаш рет жігіттің құшағын сезініп, алғаш сүйістім. Бірақ одан арыға бармадық. Мен Серікке пәк екенімді және оған дейін ешқандай жігіт атаулыға саусағымның ұшында ұстатпағанымды айтып едім. Ол түсінгендей болды. Сөйтіп сол кештен кейін кездесіп тұратын болып келісіп, мені үйге дейін әкеліп тастады. Келген соң әпкем кездесу қалай болды деп сұрап еді. Мен еш сырымды бүкпей барын айттым. Сонда әпкем, Жансая, сен пәкпін деп өзіңше болып жолатпай қойсаң, ол саған үйлене қояды деп ойлайсың ба? Мұнда не көп? Қыз келіншек көп. Өзіне керегін басқадан-ақ тауып алады. Мен Серік жайлы сұрастырып білдім. Артынан жүгіретін қыздары көп екен. Осы ауылдың серісінің біріне ұқсайды. Қалада қалыңдығы да бар дейді ме? Общым оны сүйсең бақытың үшін күрес дейді. Сонда мен не істеймін деп едім, оған берілесің де аяғым ауыр. Мені аласың.
Болмаса, анам мінезі жаман. Сені сотқа береді деп айтасың. Әке-шешесі осы ауылдағы абыройлары үшін ұлдарын үйлендіреді. Әкесі ар ұят пен намысты жоғары қоятын текті әулет екен. Болмаса басқалай сүйгеніңе тұрмысқа шыға алмайсың. Оны қалыңдығынан тартып алуың қажет деген соң ойланып қалдым. Содан ертесінде кешке қарай көшеде серуендеп жүргенге ұқсап, Серіктің үй жағын қарауылдадым десем де болады. Өйткені кешке қарай қалаға қайтамын деген болатын. Арада 1 сағаттай уақыт өткеннен кейін дарбаза ашылып ар жақтан Серіктің көлігі көрінді. Мен жалмажан теріс бұрыла салып, жол жиегінде кетіп бара жатқандай кейіп таныттым. Тек сәлден соң ғана артқы жақтан көліктің жүріп келе жатқан дыбысы естілгенде артқа бұрылып қарадым. Әрине Серік мені бірден көрді. Сөйтті де жаныма келіп тоқтай қалды. «Жаник, сәлем. Кештетіп көшеде не істеп жүрсің?» деп еді. Мен көңілсіз кейіп танытып, әпкеммен ренжісіп қалып едім. Үйге кіргім келмей көшеде жүрмін, дедім ұялмастан. Ал ол болса дереу көлігінің есігін ашып, «Кел отыршы, бір жерге барып асықпай отырып сөйлесейік», дейді. Сөйтіп мен әпкемнің ақылын тыңдап, сол түні Серікпен бірге қонақ үйде қалып қойдым. Ештемені ойламадым. Ғашығымның құшағында сезімге беріліп, махаббатқа мас болдым. Мен еш қарсылықсыз Серікке беріле салдым. Таңертең ол менің пәк екеніме көзі жетті. Сөйтіп бұл ісімізге өкінгендей болды. Әлде маған солай көрінді ме? Әйтеуір көңіл күйі болмады. «Жаник, сені таксиге салып жіберейін, ренжімейтін шығарсың. Маған жұмысқа бару қажет», деп селоға таксиге отырғызып жіберді. Мен болсам бар ойым қайтсем де, өзім ғашық болып құлай сүйген жігітке тұрмысқа шығу еді. Серіктің отбасы анамның да көңілінен шығары анық еді. Сол Серік мені аяп жұбатпақ болып, көңілімді көтермек болып, дәмханаға апарған болатын. Қайтарда үйге жеткізіп салмақ болып еді, мен үйге барғым келмей тұр деген соң қонақ үйге апарды. Бір бөлме жалдап екеуміз сонда бірге болдық. Содан менің көңіл күйім тамаша болып үйге оралдым. Келе салып болған жағдайдың барлығын әпкеме баяндап бердім. Сөйтіп едім, әпкем енді ол жігітті уысыңнан шығарма. Қалайда соған тұрмысқа шығатын бол. Ауылға келген сайын жанынан табылатын бол, деп нықтап айтты. Сөйтіп мен Серік келген сайын ебін тауып, кездесетінмін. Үйіне звондап болмаса үй жағынан кездейсоқ кездесіп қалғандай көлігінен түспейтін болдым. Осылай жүргенімізде арада 1 айдай уақыт өткен соң аяғым ауыр екенін білдім. Мұныма қатты қуандым. Сөйтіп Серіктің қаладағы жұмысына хабарласып, шұғыл келуін өтіндім. Ол аптаның соңында келемін дегеніне қарамастан шақырып алдым. Сөйттім де аяғымның ауыр екенін айттым. Сөйтіп едім, Серіктің түрі бозарып сала берді. Сөйтті де, «Жаник, мен саған ештеме уәде берген жоқ едім. Саған үйлене алмаймын. Ақша берейін. Кеш болмай тұрғанда барып алдыртып таста», деп тоқ еткізді. Көзімнен ыстық тамшылар домалап, омырауым су бола бастады. Одан мұндай жауап күтпеген едім. Сонда мені сүймегені ме? Әлде мені өзіне тең көрмегені ме? Ал бүйкіна шарана ше? Тым болмаса оны да аямағаны ма? Деп көз алдым тұманданып кетті. Сөйтіп қолындағы ақшаны жұлып алдым да, «Оңбаған екенсің», деп көліктің есігін жұлқи ашып түсіп бара жатыр едім. Ол артымнан, «Өзің емес пе?» маған жабысып. «Артымнан жүгіріп жүрген», деп жатқанында, 2 қолыммен құлағымды тарс жауып, ызаға булығып жылап үйге қарай жүгіре жөнелдім. Ол болса жанымнан зу етіп, шаңдатып өте шықты. Теңселіп үйге әзер жеттім. Кіре салып төсекке етбетімнен жатып қалып, солқылдап жылай бердім.
Бұл кезде анамдар әлі ауылдан келмеген болатын. Жаныма әпкем келіп, әй қызау, не болып қалды деп сұрап жатыр. Мен жылаған күйі әпкеме болған жағдайдың барлығын айтып бердім. Оған да ренжідім. Сенің ақылыңды бекер тыңдаппын. Енді не істеймін? Ойнап жүріп от бастым. Аяғым ауыр. Ал Серік болса алдырып таста. Үйленбеймін деп кетті. Не істеймін енді? Деп солқылдай беріп едім әпкем. Болды, соған бола жылап жатырсың ба? Онымен өзім сөйлесемін. Сен үндеме. Осыдан көресің. Өз-ақ келіп сені алып кетеді. Болды, жылама, барлығын өзім реттеймін дейді. Мен көзім бақырайып қарадым да қалдым. Мұны естігенімде қуана алмадым. Серік маған үйленгісі келмейді. Демек мені жақсы көрмейді ғой, деп әпкеме айта бастап едім. Әпкем, ой қойшы соны. Махаббат сүю дегенді. Жездең мені сүйем күйем деп үйлендік емес пе? Соңында не болды міне? Ұрып-соғып, мал қылып жібергісі келді. Әрең қашып құтылдым. Ал сенің жағдайың басқа. Сен сүйгеніңе тұрмысқа шығасың. Сенің махаббатың екеуіңе де жетеді. Оны алдап сулап өзіңе қаратып аласың. Бастысы, отбасы жақсы екен. Үйлері үлкен кең сарайдай. Жағдайлары да жақсы екен. Серігің ішпейді, білімді, тұрақты табысы бар жігіт. Осындағы талай қыздың арманы болған жігітке сен тиейін деп жатырсың. Қайта қуанбайсың ба? Мен сен үшін жүгіріп жүрмін ғой, деп ұрса сөйлей бастаған соң, жарайды деп қоя салдым. Содан анамдар келген соң аптаның соңында әпкем менің жымымды білдірмей үйден шығарып салды. Дарбазадан шықсам Серіктің көлігі тұр екен. Алайда рөлде басқа жігіт отыр. Мен оны көре салып тоқтап тұрып қалып едім. Көліктің артқы есігі ашылып, жаным, мен мұндамын, бері кел деген Серіктің даусы естілді. Ақырын барып қарасам, Серік отыр. Ішіп алыпты. Қызу екені көрініп тұр. Оның мұндай түрін алғаш көрдім. Содан артқа шегінер жол жоқ, жанына жайғасып отырдым. Содан көлік орнынан қозғалып Серіктің үйіне қарай емес, орталық жаққа қарай кеттік. Сол кеште Серік 2-3 көлік сыныптастарымен әбден тойлатты. Сөйтіп таңға жуық қана үйіне апарып, анасы мен туыстары басыма ақ орамал жауып, келін етіп түсіріп алды. Алайда бақытым ұзаққа созылмады. Мұндай жолмен жеткен бақыттың қайтарымы ауыр болды. Күйеуім беташар болған күні басы ауырып, мүлде көңіл күйі болмай жүрді. Кешке қарай алғашқы неке түнімізде де достарымен бірге кетіп қалды. Содан таң ата бірақ келді. Сөйтті де түске дейін жатып ұйықтады. Тіпті маған көңіл бөліп сөйлеспеді де. Мен өз қатемді түсініп, шыдамдылық таныттым. Бірақ осының барлығы көңіліме ауыр тиді. Алайда келін болып түскен жерім жақсы еді. Ата-енем адал, жанашыр, жәйлі, жақсы жандар еді. Ал үлкен қайнағам отбасымен Астанада тұратын. Кенже қайны інім жақында жоғары оқу орнын бітіріп, жаңадан жұмысқа орналасқан екен. Күндіз үйде енем екеуміз ғана қалатынбыз. Келін болып түскелі басымнан орамалым түспей, үлкендерге сәлемімді салып, осы үйдің бар шаруасын дөңгелетіп алып кеттім. Ерте тұрып сиыр сауып, сүтін пісіріп, тауықтарды шығарып, жаңа туған жұмыртқа мен таңғы асқа неше түрлі дәмді тағамдарды дайындап қоямын. Үй ішінде жылан жалағанда етіп тазалап қоямын. Ауланы да сыпырып, сиырып, сарайдың ішіне дейін тазалап қойдым. Енемнің ескірген жүгін көрпе төсегін де жаңалап, мұнтаздай етіп, бір тыным таппайтынмын. Жастайымнан үй тіршілігін жасап, ауыр еңбекке жығылдық. Мұның барлығы маған таңсық емес болатын. Ата-енемнің маған көңілдері толып, мейірлері түсіп, батасын беріп жүретін. Тек күйеуім екеуміздің арамызда
бір салқындық болды. Түнде бір төсекте жатқанымызбен күндіз бөтен адамдардай болып жүретінбіз. Серік маған үйленгелі қаладағы жалдамалы пәтерінен кетіп, жұмысты үйден қатынап істейтін болды. Алайда кей күндері жұмыс көп, кеш болып кетті. Жанымдағы жолдастарымдікінде қонып қаламын деп қалада қалып қоятын. Сондай кездері түнімен ұйықтай алмайтынмын. Үнсіз ғана көз жасыма ерік беретінмін. Оның бұрынғы қалыңдығын ұмыта алмай, соған барып жүргенін ішім сезетін. Алайда сыр бермеуге тырысатынмын. Екеуміз жаңадан танысып жүргенімізде Серіктің ұнатып кездесіп жүрген қызы болған екен. Алайда ол Серіктен 4 жас үлкендігі бар және ажырасқан келіншек болған соң, анасы қарсы болған көрінеді. Бірақ сонда да Серік ата-анасынан жасырып, сол келіншекпен кездесіп жүретінге ұқсайды. Маған үйленгеннен кейін де сол келіншекке барып жүреді екен. Оны мен Серіктің ұялы телефонынан екеуінің бір-біріне жазып жүрген хабарламаларынан көріп қалдым. Сонда да күйеуімді сүйетіндіктен ол жайлы сөз қозғамайтынмын. Арамыз одан ары суып кетер деп қорқатынмын. Сондайда менің көңіл күйімді енем сезеді ме, бірден маған: «Жансая, сен қамыға берме. Құдай қаласа сәбиіңді қолыңа алғанда Серік әке атанып, бар жауапкершілікті сезінетін болады. Әлі-ақ сені жақсы көріп кетеді» деп көңілімді жұбатты. Сөйтіп, межелі уақытым жетіп, шекесі торсықтай, Серіктен аумайтын ұл босандым. Ата-енем ол немерелі болғандарына қатты қуанды. Өйткені үлкен абысынымда 5 қыз болатын. Алғаш рет енеммен барып УЗИге түскенімде-ақ ұл деп айтқан болатын. Содан бері ай сайынғы дәрігер қабылдауына ата-енем көліктерімен апарып әпкеліп жүретін. Роддомға да сол кісілер апарған болатын. Ал күйеуім үнемі жұмыста қолы тимейді, тіпті босанғанымда да 3 күннен кейін шығарып алуға бір-ақ келді. Сол кезде медбике ұлымызды қолына ұстатқанында күйеуімнің көзіне жас алып, ерекше толқығанын байқадым. Содан бері енем айтқанындай күйеуім күрт өзгерді. Күнде кешкісін жұмыстан үйге ерте келетін болды. Кіре салып, памперсі бар ма, влажный салфетка, сүті бар, айтқан затымның барлығын алып келетін болды. Маған да қарым-қатынасы өзгере бастады. Жар төсегіміз де бұрынғыдан ыстық бола бастады. Мені өзі жақын тартып, мейірлене құшып, сүйіп еркелететін болды. Алғашқы кездескен кездегі Серіктің қалпына түсе бастағандай еді. Мен ұл тапқалы айналамдағылардың барлығы мені алақандарына салып, ұлымды қолдан қолға алып, құйрығын жер ескеткізбейтін еді. Демалыс күндері біз ұйықтап жатқанымызда, енем ақырын бөлмемізге кіріп, ұлымызды алып кететін. Сөйтіп атам екеуі орталарына алып, шүлдірлесіп, еркелетіп ойнатып отыратын. Мен нағыз бақытты осы кезде сезіне бастадым. Ұл тудым деп күйеуім мені жақсы көреді. Ата-енем алақандарына салып отыр деп, дәрежем көтерілгендей еркінси бастадым. Оның үстіне анам мен әпкем жиі келіп, сен осы үйдің болашақ хазайкасысың. Күйеуіңді енді ашсаң алақанда, жұмсаң жұдырығыңда ұста. Сүмірейіп жүре бермей анау ата-енеңе айтып, сөйлесші, осы ауылдың бас жағындағы жерлерін бізге жарты бағасына сатсын. Құда-құдағайымыз ғой. Әлі не жер ала алмай, не үй сала алмай жүрміз. Сені күйеуге беріп, жергілікті отбасында тілің ұзын болып жүрсін, деп жасауыңа бесігіңе қанша ақша жұмсадық. Құдалықта жасап, енеңе алтын тағып кит кигіздік. Үй мен квотаның біраз ақшасын жұмсап тастадық. Жалдамалы пәтерде ай сайын ақша төлеп, одан қалса ішіп жейтініміз бар. Жақсы жерге тиіп алып, не ішем, не жеймін демей, бізді мүлде ойламай жатсың-ау мынау, деп келген сайын міндет қылып миымды ашытып кететін.
Содан мен ақырындап жер туралы күйеуіме айта бастадым. Ол басында үндемейтін, кейін Жансая ол жерді әкем маған алып қойған. Бұйыртса Талғат үйленсе, сол жаққа үй салып бөлек кетеміз. Былтыр ғана биік етіп үлкен үйдің фундаментін құйып, қоршап қойдық. Енді үйді бастаймыз. Оны қалай сатамыз сенің әке-шешеңе? Әкем өлсе де келіспейді. Басқа жақтан арзандау жер қарасын, деп кесіп айтты. Даудың басы Дайрабайдың ала сиырынан басталды дегендей, отбасымыздағы келеңсіздік осы жер мәселесінен басталды. Анама түсіндіріп айтсам да түсіне қоймады. Сен бізді ойламайсың. Байға тидің болды, жағдайың жақсы. Не ішем, не киемін демейсің. Үй жайың бар, жылы үйде жатырсың. Байыңның қойнында, деп қатты айтатын. Анамның мұндай сөздері көңіліме қатты тиіп, жүйкемді жұқартып жіберетін. Амал жоқ іштен тынып жүре беретінмін. Сөйтіп ұлымның 1 жасқа туылған күнінде анам шарапқа қызып қалып, баяғы жер мәселесін қозғап, атам екеуі елдің көзінше сөзге келіп қалды. Содан анам ренжіп, әкем екеуі кетіп қалды. Сол кезде атам, қай-қайдағы қаңғып келгендерге басындырып қоймаймын. Әркім өз орнын білсін деген сөзі жүрегіме қанжардай қадалды. Атам бұлай айтады деп ойламап едім. Сол кісі де аздап ащы судан ұрттап алған болатын. Қызып қалды ма, ашуланды ма, әйтеуір осылай қатты айтып жіберді. Содан мен ренжіп бөлмеме кіріп, Серікке дүрсе қоя бердім. Атамның бізге тіл тигізгені қатты көңіліме келді. Одан қалса баяғы Серікке деген өкпе ренішім де есіме түсіп, эмоция мен ашуға бой алдырып, мен де Серікке аузыма келгенді айтып, ұлымды алдым да ата-анамның соңынан мен де үйден шығып кеттім. Артымнан Серік шығып, баламен қайда барасың түн ортасында? Тоқта дей беріп еді, алдымнан әпкем кіріп келді. Сөйтіп ол да ата-анамызға бізге тіл тигіздіңдер деп, мені шұлқылап алдына салып алып кетті. Ата-анам мен тұрмысқа шығып кеткеннен кейін де Мадинаның времянкасын жалдап тұрып жатыр еді. Әпкем менің орныма домработница болып, Мадинаның үйінде жұмыс істеп жүрген болатын. Анам жылап барғаннан кейін әпкем ашуланып біздікіне келген екен. Тура сол мезетте мен де Серікпен ұрысып үйден шығып бара жатқан болатынмын. Сөйтіп әпкеммен бірге мен де Мадинаның үйіне кетіп қалдым. Ата-енем үнсіз қарап қала берді. Серік жұлқынып бірдеме деп жатыр еді. Енем мен қайын інім, қойшы, Серік ашуы басылған соң қайтып келеді ғой, деп ары қарай үйге алып кетті. Содан үйге келсем, анамның зәрі бетіне шығып ашуланып отыр екен. Мені көріп, әке-шешеңе тіл тигізіп жатқанда, қалай ғана қарап отырар екенсің деп едім. Намысың бар екен ғой, артымыздан келіпсің. Осыдан қарап тұрсын, көрсетемін мен оларға. Немересін бір көруге зар қыламын. Енді бармайсың ол үйге, деп дірілдеп ашуланып, маған әбден сөйлеп алды. Сөйтіп ертесінде анам көрші ауылдан бір үйдің времянкасын сөйлесіп, жалға алып, Мадинаның үйінен шұғыл көшіп кеттік. Тек әпкем сол жұмысында істей беретін болды. Сіңілім де сол ауылдағы үйреніп қалған мектебінде жоғары сыныпты аяқтаймын деп қатынап оқитын болды. Сөйтіп бір-ақ күнде шаңырағым шайқалып ортасына түсті. Мен ол кезде тым жас едім. Анамның ықпалынан әпкемнің сөзінен шыға алмадым. Арада 3 күн өткен соң артымнан алып кетуге күйеуім келіп еді. Анам аузына келгенін айтып, ұрысып, қарғап-сілеп қуып жіберді. Тіпті ұлымызды да көрсетпей қойды. Сонан кейін де Серік 2 рет келді. Соңғы рет келгенінде үйде ешкім жоқ еді. Ұлымыз ұйықтап жатқан болатын. Дарбазадан шығып екеуміз біраз сөйлестік. Жансая ашуың тарқаған шығар.
Жүрші, үйге алып кетейін. Ұлымды қатты сағынып жүрмін. Атасы мен апасы да қатты сағынып жүр. Әкем сол айтқанына қатты өкінеді. Баламызды ойласаңшы, дегенінде іштей жүрегім ауырып көңілім босап, Серікпен бірге кетіп қалғым келді. Осы кезде әпкем келіп қалып, мені үйге жұлқылай кіргізіп жіберді де, ол да тура анам секілді Серікке аузына келгенін айтып ұрсып, дарбазаны құлыптап қойды. Кейін анам келіп Серікке шығып сөйлескеніме маған ұрысты. Сол күні жаным күйзеліп кетті. Күйеуімді қатты сағынып жүредім. Оған қайтқым келетін. Оны қимайтынмын. Ашуға бой алдырып кетіп қалғаныма қатты өкіндім. Алайда сол баяғы анамнан қорқып, солардың ықпалынан шыға алмай жүрдім. Содан арада біраз уақыт өткеннен кейін қайын інім үйленді деп естідім. Содан кейін үлкен бастарын иіп ата-енем келді. Немерелеріне киім-кешек, тәттілер алып келіпті. Мені алып кеткілері келіп еді, анам мүлде көкірегін керіп, шайпауызданып көргенсіздік танытып, тағы да аузына келгенін айтып ұрса бастады. Қаңғып келгенді көрсетемін сендерге. Далада жатқан қызым жоқ. Немерелеріңді көруге зар боласыңдар. Оларды өзім-ақ бағып аламын. Сендерден де жақсы тұратын боламыз. Көресіңдер әлі, деп алып келген заттарын беттеріне қарай лақтырды. Содан кейін олар мүлде келмей қойды. Серік те сол кеткеннен артымнан қайта келмеді. Мен ендігі күйеуімнен үмітімді үзе бастадым. Сөйтіп анам, балаңды маған тастада жұмысқа шық деген соң, орталық базарға көкөніс сатуға саудаға шықтым. Кейін әпкем мен сіңілімнен Серік жайлы сұрасам түк айтпайтын. Әйтеуір қайын інімнің әйелінің аяғы ауыр екенін айтатын. Ал Серікті ауылда мүлде көрмейміз дейтін. Сөйтіп базардағы жанымда тұратын сол ауылдың келіншектерінен сұрасам, қалаға кетіп қалған екен. Осы кездері өзімнің ойланбай істеген әрекетіме қатты өкіне бастадым. Мен Серікті артымнан келе береді. Баласы үшін 100 рет келсе де, анамды көндіріп алып кетеді деп ойлаушы едім. Уақыт өткен сайын бар үмітім жылтылдап сөне бастаған оттай болды. Осылай басымдағы бағым балбұл ұшты. Мұң мен өкініш сезімі күн өткен сайын өзегімді өртеп, жаным жай таппай іштей қатты қиналып жүрдім. Бірақ амал қанша. Менің құжатым дұрыс болмағандықтан Серікпен заңды түрде некеге тұрмаған едік. Мен өзім кеткендіктен оған ешқандай шарт қоя алмадым. Алиментке де бермедім. Әкем мен анам ұлымызды өз тегімізге жаздырып алды. Сөйтіп бір жолата ара қатынасымыз үзілді. Сыртым бүтін, ішім от болып жанып күйіп қала бердім. Өмір өз ағымымен жүріп жатты. Ұлым өсіп келе жатты. Оған қараған сайын күйеуім есіме түсе беретін. Құдды әкесінің аузынан түсіп қалғандай еді. Осылай жүргенімде бір күні әпкем қалаға кететін автобекетте Серікті көргенін айтты. Такси тұрағынан бір қызды күтіп алып, бетінен сүйіп, қолынан ұстап көлігіне отырғызып кетіп қалыпты. Мұны естігенде жүрегім алабұртып, ішім от болып күйіп кетті. Сосын және бір күні сіңілім бүгін сабақтан қайтып келе жатқанымда, Гүлайдың дүкенінде жездемді көрдім. Жанында шашын жайып алған әдемі бір қыз бар. Қаланың қызы секілді. Екеуі қол ұстасып алып, сөреден үлкен коробка шоколад сатып алды. Жездем мені көрсе де көрмегенсіп жанымнан өтіп кетті. Сөйтіп әлгі әдемі қызға көлігінің есігін ашып отырғызып, артта қарап тұрған маған жымиып бір қарады да, көлігіне отырып кетіп қалды дейді. Қызғаныштан ішім оттай лаулады. Түрім түтігіп кеткен болуы керек. Сіңілім маған қарап, әпке, саған не болды? Жездемді әлі де жақсы көресің бе? Ұмыттым деп едің ғой, түрің бұзылып кетті, деп жатыр еді. Мен орнымнан атып тұрдым да сыртқа шығып кеттім. Сөйтіп үйдің артына барып отыра қалып солқылдап жыладым. Басыма қонған бағымды бағалай алмадым.
Сүйгеніме қолым жетіп еді, оны үркітіп ұшырып алдым деп қатты жүрегім ауырды. Содан бері өмірімнің мәні жоғалғандай еді. Тек ұлым үшін ғана өмір сүретіндей едім. Тіршілік етіп осы баламды ел қатарлы өсірсем дейтінмін. Үмітім өшіп, тағдырыма мойынсұнып, күйеуімнен күдерімді үзе бастағанымда, бір күні базарда кездейсоқ серікті көріп қалдым. Екеуміз бір-бірімізге қарама-қарсы жолығып қалдық. Жүрегім дүрсілдеп кеудемнен шығып кетердей, аяқ-қолым дірілдеп қатты толқып кеттім. Ол да мені көре салып кілт тоқтап қалды. Сөйтіп артқа шегінуге қысылды ма, жаныма келіп амандасты. Мен де ішкі күйімді білдірмейін деп, ернімді жыбырлатып қана саулық сұрасқандай болдым. Бір байқағаным, күйеуім жүзі ажарланып, толысып, бұрынғысынан да сымбатты болып көрінді. Алғаш сұрағаны ұлымыздың жағдайы еді. Сосын, Жансая, мен ұлымды тастаған жоқпын. Оны бір сәтте есімнен шығарған жоқпын. Тіпті күн ара сыртынан бақылап қарап жүрмін. Әрине, мұны сендер білмейсіңдер. Ұлым кейін ес білгенде мені сұрары сөзсіз. Сол кезде мен жайлы жаман сөз айтпағаныңды қалаймын. Өйткені барлығына өзің кінәлісің. Шешең мен әпкеңнің сөзіне еріп, қайтып келмей қойдың. Осыны да түсіндіріп айтарсың. Ал қазірше баламның бағына аман бол. Дегенмен оны дүниеге әкелген анасысың. Ал мен бүгін үйленгелі жатырмын. Дегенінде, біреу төбемнен суық су құйып жібергендей болды. Сасқанымнан кімге деп сұраппын. Сөйтіп едім, ол маған таңдана қарады да, өзімнің адамымды таптым. Барлық жағынан ұнатып, сүйген бір жанға, деді де, қош болып тұр. Ұлыма бірдеңе қажет болып жатса, мені қайдан табатыныңды білесің деп, қош айтысып кете барды. Мен сол жерде оның артынан қарап, сос түйіп тұрдым да қалдым. Сонымен Серік жергілікті жердің сұлу да білімді қызына үйленді. Сол күні қалыңдығын алып келуге барғалы жатыр екен. Сөйтіп 2 күннен кейін орталықтағы тойханада дүркіретіп тұрып той жасады. Ер адам солай екен ғой. Қатын жолда бала белде дегендей, менімен ажырасып кеткеннен кейін көп ұзамай-ақ үйленіп алды. Ал мен болсам, бейкүнә баламның обалына қалып, оны әке мейірімінен ада қылдым. Онымен қоса ажырасқан келіншек деген атқа ие болдым. Осының барлығы маған өте ауыр тиді. Жүйкем сыр беріп, күйеуім үйленгенде басымды көтере алмай ауырып қалдым. Ол кезде анам түк болмағандай, тағдыр ғой Жансая, пешенеңе жазғаны осы шығар, деп мені жұбатпақ болғанында қатты ызам келіп, барлығына сіздер кінәлісіздер. Ұлым екеумізді бақытсыздыққа душар еткіздіңіздер. Жап-жақсы отбасымнан, сүйген жолдасымнан айырдыңыздар. Сіздің жалған намысыңыз бен нан піскен көкірегіңіз кімге керек еді, деп өз-өзімді ұстай алмай анам мен әпкеме қатты-қатты айтып тастадым. Сөйтіп едім, анам үндемей қалды. Ал әпкем болса, неменеге сонша долданасың? Өзің емес пе? Балаңды алып жетіп келген. Немене, сол Серіктен басқа жігіт құрып қалыпты ма? Жап-жас әдемісің. Не болды сонша күйзеліп? Саған да біреу табылар. Болды енді, өзіңе кел. Есіңді жи. Апама неменеге бағжаңдайсың? Балаңа қарап өсіріп отыр. Есіңді жиып, жұмысыңды істе, деп алдымен өзімді кінәлап шықты. Содан әпкеме дауа жоқ екенін түсініп, көз жасымды сығып алып, орнымнан тұрып, жүгіріп, ойнап жүрген ұлымның бетінен сүйдім де базарға саудама кеттім. Жол бойы өз-өзіме келе алмай, бүкіл жер дүниеге сыймай қатты жүрегім ауырды. Мен отырған таксидің жүргізушісі жас жігіт айнадан маған қайта-қайта қарап, қарындас, бір жеріңіз ауырып тұр ма? Сізде барлығы жақсы ма деп сұрап еді, өз-өзімді ұстай алмай еңкілдеп жылап жібердім. Сөйтіп едім, ол сасқалақтап қалды.
Сөйтті де жол жиегіне тоқтап: «Қарындас, жыламаңыз. Не болды сізге? Ауырып отырсыз ба? Әлде бір жақыныңыздан айырылып қалдыңыз ба?» деп бөтелкедегі суын ұсынып шырпыр болып кетті. Мен өксігімді баса алмай судан аздап ұрттадым да: «Иә, ең жақын адамымнан айырылып қалдым» деп едім. Шопыр жігіт: «Иманды болсын, сабыр сақтаңыз» деп жатыр. Өзі бір көңілі жұмсақ, жанашыр адам екен. Содан есімді жиып әлгі жігітке рахметімді айттым. Ол болса телефон нөмірін беріп, бір көмек қажет болса хабарласыңыз деп есімін айтып танысып қалдық. Сөйтіп мені базарға дейін апарып салды. Жол ақымды да алмай қойды. Содан кейін көңілім аздап орнына түскендей болды. Өмір өз ағымымен өтіп жатты. Жанымдағы Серіктің ауылының келіншектерінен ол жайлы жаңалықтарды естіп отыратын болдым. Серік үйленгеннен кейін көп ұзамай ұлды болыпты. Содан әлгі даулы болған жерге үлкен үй салып, әйелі екеуі сонда еншілерін алып бөлек шығыпты. Мұны естігенде және көңілім бұзылды. Серікпен ажыраспағанымда сол үйге мен көшіп барар едім. Мүмкін және балалы болар ма едік. Енді менің орнымда әлгі сұлу, білімді әйел Серігімнің жанында бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Енді ол менікі емес. Ана әйелін құшақтап ұйықтайды. Соны сүйіп аймалайды деген ойлардан көкірегімді қызғаныш кернеп, өкініштен өзегім өртенді. Сол күні мазам қашып, өз орнымда байыз тауып отыра алмадым. Содан жаңадан танысқан азаматқа хабарластым. Сөйтіп мені келіп алып кетші. Бір жерге барып отырып әңгімелесейікші деп едім. Ол келісе кетті. Бір сағаттан соң келемін деген соң көгеністерімді жинап, складқа өткіздім де азаматты күтуге такси тұратын автобекетке қарай келдім. Азаматпен телефон арқылы тек дос ретінде сөйлесіп тұратынбыз. Ақкөңіл жақсы жігіт еді. Тауар әкелетін кезде де көлігімен келіп көмектесіп тұратын. Сөйтіп, бір шетте азаматты күтіп тұрғанымда Серіктің ауылындағы сыныптасын көріп қалдым. Тура алдыма келіп көлігімен тоқтады. Сөйтіп мені көріп қалды да ыржыңдап келіп амандасып: «Өй, Жансая, қалайсың? Секоның ұлы қалай, өсіп жатыр ма? Қайда тұрып жатырсың? Секо екеуіңнің ажырасып кеткендерің өте өкінішті» деп сұрағы мен әңгімесі аралас тоқтамай сөйлеп кетті. Мен барлығы жақсы деп көп сөйлескім келмеді. Кетіп қалайын десем ыңғайсыздандым. Ол болса тоқтамай әңгімесін айтып жатыр. Содан бір кезде «Кел, бір суретке түсіп алайық» деп телефонын шырт еткізіп мені суретке де түсіріп үлгерді. Өзі бұрыннан осындай сөйлеп қалған жігіт еді. Осылай тұрғанымызда жанымызға азамат келіп тоқтады. Оның келіп қалғанына қуанып кеттім. Сөйттім де Серіктің досына жылдам сау бол деп азаматтың көлігіне отырып кетіп қалдық. Ал Серіктің досы аузы ашылып қарап қала берді. Азаматпен ауылдың сырт жағындағы дәмхананың жазғы алаңына барып отырдық. Мен оған іштегі бар сырымды, өткен өмірім жайлы айтып бердім. Ол болса, жап-жас болып осыншама нәрсені бастан өткіздің бе? Ұлың бар екеніне де сене алмаймын. Ажырасқан келіншекке де ұқсамайсың деп таңғалды. Азамат та осы елге бізден бұрынырақ келіп жайғасып қалған оралман екен. Отбасында жалғыз анасы мен тұрмыстағы қарындасы ғана бар екен. Әкесі осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болыпты. Сөйтіп екеуміз біраз отырып жақсы әңгімелесіп қайттық. Азаматпен әңгімелесіп ішімдегіні шығарып жақсы болып қалдым. Уақыт өте ол екеуміз жақсы дос болып кеттік. Осылай жүргенімде базардағы Серіктің ауылының бір келіншегі сырғалым: «Жансая, мен саған бірдеңе айтайын ба?
Бірақ маған ренжіп жүрме деген соң жанына барып, не ол, не жайлы деп едім. Сен анау Айтжанды білесің ғой, Серіктің сыныптасы. Сол кеше менің күйеуім және Серік жандарында тағы ауылдың бір-екі жігіттері бар. Гүлайдың дүкенінің алдында сыра ішкен екен, сол жерде әлгі Айтжан сен туралы бір әңгіме айтыпты. Серікке сені базар жақта бір жігітпен көлікте құшақтасып отыр. Бұрынғы әйелің жүріс жүретін келіншекке айналып кетіпті дегендей. Содан Серік ашуланып Айтжанмен ерегісіп, соңы төбелеске дейін барыпты. Сонда Айтжан Серікке, бұрынғы қатыныңды қызғанып тұрсың ба десе, Серік, ол менің баламның анасы. Ол ондай адам емес. Оған тіл тигізбе, деп сені жақтап сөйлеген екен. Сөйтсе Айтжан, сенбейсің бе? Мә қара, өткенде ғана менімен қылмыңдап суретке түскен, деп екеуіңнің түскен суретіңді көрсетіпті. Содан Серік баламды қолыма аламын деп қатты ашуланып кетіп қалыпты. Так что байқап жүр, Жансая дегенінде көз алдым тұманданып, аяқ қолым қалтырап кетті. Елдің өсегіне қалып, баламнан айырылып қаламын ба деп қатты қорықтым. Сөйтіп жанашыр болып жүрген азаматқа звондап, көзіме жас алып, әлгі әңгімені айтып едім. Ол ешкімнен ештемеден қорықпа. Кешке келіп алып кетемін. Сол кезде сөйлесеміз деді. Содан сол күні кешке дейін не сатып, не қойғанымды білмедім. Басым ауырып, бойымдағы қорқынышты сезімнен арыла алмадым. Осылай жүріп кеште болды. Базарда тарқай бастағанда азамат келіп мені алып кетті. Сөйтіп екеуміз ауылдың шет жағына шығып, көлікте отырып әңгімелестік. Сол жерде азамат мені біраздан бері ұнатып жүргенін айтып, үйленуге ұсыныс жасады. Қапелімде мен оның мұнысына сасып қалып, не деп жауап берерімді білмей қалдым. Кейін ғана өзімнің тұрмыста болғаныма, баламның барына анасы қалай қарайтынын сұрап едім. Ол, Жансая, мен де бір рет үйленіп ажырасқанмын. Оны менен жасырғанын айтты. Бірінші әйелімен 6 ай ғана бірге тұрған екен. Ажырасуға себеп болған анасының ауруы екен. Анасының денсаулығы жоқ көрінеді. Ауытқуы бар екен. Осы себепті әйелі ауру анаңа қарай алмаймын деп кетіп қалыпты. Содан сені ұнатамын. Адал, жақсы келіншексің. Маған тұрмысқа шықсаң, балаңды ешкім сенен тартып ала алмайды. Өсек аяңда тиылады. Толыққанды отбасы болайық. Ұлыңа жақсы қарауға уәде беремін деген соң, өзім үшін, балам үшін де тұрмыс құрғаным дұрыс болар деп ойланбастан келістім. Сөйтіп арада 2-7 уақыт өткен соң некемізді қидырып, азамат екеуміз 2 жарты бір бүтін болып, бір-бірімізге сүйеу болып, өзара келісіп отбасын құрдық. Менің бұл шешіміме ешкім араласпады. Анамдар да қарсы болмады. Сөйтіп азаматтың үйіне баламмен көшіп бардым. Үйлері аса үлкен емес, ауласы мен бақшасы бар шағын ғана жер екен. Анасы шынымен жыл мезгілдерінде денсаулығы болмай, ауытқуы ұстап, маңқиып ауырып қалады екен. Ондай кездері қарап жүрмесе, түндерде тұрып көше кезіп кететіні бар екен. Сонда да ол кісіні жас баладай күтіп, барынша қарап отыруға тырыстым. Алайда 2-ші рет тұрмыс құрып керемет бақытты болып кеттім деп айта алмаймын. Өйткені азаматтың менен жасырған тағы бір сыры бар екен. Ол ащы суға құмарлығы еді. Жиын тойда ішіп қояды екенде, содан 4-5 күнге ары кетсе, бір жеті запойға кетеді екен. Мұндай кездері өз ісіне есеп бермей арқасы бар адам секілді, көздері стеклянный болып, әкіреңдеп, әркіммен бір ерегісіп, ұрыс жанжал іздеп кетеді екен. Мұндай кездері балам одан қорқып, шырқырап жылап кететін. Нағашы атасын айтып, сонда кетейікші деп жалынып жылайтын.
Мен болсам, жанымды қоярға жер таппай, баламды жұбатып, Азаматты әкеліп алдап сулап жатқызуға тырысатынмын. Оны дұрыс білмей жатып асығыс шешім қабылдаппын. Амал жоқ, екінші рет тұрмыс құрып отырған соң шыдауым қажет. Оған бұлай ішкенін қойдыруым қажет деп күресе бастадым. Сау кезінде тым жақсы жігіт, ішіп алса, адам танығысыз болып кететін еді. Осы кездері алғашқы некем Серік пен ата-анасы есіме түсіп, бірінші бақ, екінші бет деп босқа айтылмаған екен ғой, деп іштей қатты күйінетінмін. Балама да обал қылдым-ау деп жылап алатын болдым. Осылай жүргенімде аяғым ауыр екенін білдім. Мұныма Азамат қатты қуанғанмен, өз басым аса қуана қоймадым. Өйткені күйеуіме сенбейтінмін. Балаларымның болашағына алаңдаулы едім. Дегенмен ішке біткен шарананың еш жазығы жоқ еді. Сонымен көңілім түсіп, сүреңсіз сұрықсыз күн кешіп жаттым. Енем ауру, күйеуім бір ай сау болса, 10 күн мас болады. Өзім аяғым ауыр, жеріктік кезеңінде едім. Осылай жүргенімізде бір күні Азамат және ішіп келіп маған тиісе бастады. Маған тигеніңе өкініп жүрсің бе? Әлде бұрынғы байыңды сағынып жүрсің бе? Деп әрде мені бір айта бастады. Сөйтіп мен үндемей отыр едім. Жауап берсеңші деп бетімнен шапалақпен салып жіберді. Мен одан мұндайды күтпеп едім. Қанша ішсе де қол көтермейтін күйеуім, осы жолы менің аяғымның ауыр екеніне де қарамай, ас үйде және қол көтермекші болғанында, ұлым шырқырап маған қарай жүгіріп келе жатыр еді. Азамат қолымен қағып жіберіп, мен ұстап үлгергенше балам ас үйдегі столдың қырына басымен қатты соғылды. Содан сылқ етіп құлап басынан аққан қан бетін жуып бара жатты. Мұны көріп жан дәрменім қалмады. Азамат та көзі бақырайып мәңкиіп қарап қалды. Баламды көтеріп алдым да телефонымды алып, үйден жүгіріп шығып көршінің үйіне бардым. Сол үйдегі аға такси болып жұмыс істейтін. Жылап жүріп ол кісіге барып, дереу ауруханаға алып баруын өтіндім. Ол үйдегілер бір ауыз сөзге келмей, дарбазасын ашып, бізді көлікке отырғызып, ауруханаға алып кетті. Жолай әкеме звондап, ауруханаға келулерін өтіндім. Ата-анам келіп, артынша милиция келіп, менен түсініктеме алды. Мен болған жайды айтып бердім. Осы орайда Азаматтың үстінен арыз жазасыз ба деп еді, іштегі сәбиімнің әкесін қалай қаматып қоямын. Құдайға шүкір, ұлым аман, орта деңгейдегі жарақат алған еді. Сөйтіп күйеуіме шағымданбадым. Ауруханада балама ем алып біраз уақыт жаттық. Арада біраз уақыт өткеннен кейін артымыздан Азамат келіп кешірім сұрады. Алайда мен оны кешпедім, одан кетуге бел будым. Осы орайда анам немеремді өлтіре жаздадың. Кешірім алғың келсе астыңдағы көлікпен үстіне ақша қосып бересің, болмаса соттатамын, деп оның көлігі мен үйіндегі бір сауын сиырын сатқызып алды. Мен қажеті жоқ деп едім анам, ана байыңнан да ештеме алмай бір баламен кеттің. Мына байыңнан да солай кетесің бе? Енді бір емес 2 балаң болады. Мұның барлығы сендердің қамдарың үшін. Бір жер алып үй болайық деген соң, солармен бірге тұратын болған соң келістім. Сөйтіп 2-ші рет ажырасып кеттім. Азаматқа енді мені де баланы да іздеуші болма дедім. Ауруханадан шығып қайта ата-анамның қолына келдік. Басыма қонған бағымды бағалай алмай, кезінде бір сәттік ашу-ызаға беріліп істеген ісімнің соңы осылай болды. Енді өкінгенмен не шара? Балаларым үшін өмірмен күресіп, оларды аяққа тұрғызуым қажет деп, есімді жиып қалпыма келе бастадым. Арада біраз уақыт өткен соң қыз бала босандым. Ал анам ақшаның басын құрап, тұрып жатқан ауылымыздың шетінен жер алдық. Сөйтіп, нағашыларымыздың көмегімен 4 бөлмелі үй тұрғызып алдық. Азамат сол кеткеннен мені мазалап келмеді. Ал Серік ауылдағы үйін сатып,
қаладан үй алып көшіп кетіпті. Кетерден алдын базарға келіп, екеуміз отырып сөйлестік. Сол жерде мына 7 соттық жер ұлыма деп өз атына рәсімделген құжатты көрсетті. Мына жерді ұлыма алып қойдым. Ер жеткен соң өз атына рәсімдеп қолына беремін. Ал қазірше менде болады. Мұнан ата-анам мен әйелімнің де хабары бар, деді де, ай сайын ұлымның қажетіне белгілі бір мөлшерде ақша аударып отырамын. Ел қатарлы бала бақшаға бер, киіндір. Әкесі жоқ бала секілді жүрмесін. Ештеңеден таршылық көрмейді. Тек әкең тастап кеткен деп мені жамандамаңдар. Есі кіргенде мені іздеп келсе, қуана қарсы аламын, дегенінде еріксіз көзіме жас келді. Ішімнен Серікті бағалай алмағаныма қатты өкіндім. Серік сол сөзінде тұрып, ай сайын ақша салып отырды. Қазіргі таңда ата-анаммен бірге тұрып жатырмыз. Ұлым биыл 16-ға толады. Есі кіріп ер жетіп қалды. Оған Серікке уәде бергенімдей, әкесі жайлы ешқашан жаман сөз айтқан емеспін. Ұлым өте ақылды, сабақты да жақсы оқиды. Кішкентайынан атасына жақын болып өскендіктен, әкесін сұрап іздеген емес. Атамның баласымын дейтін. Тек өткенде ғана әкемді көрсем деп бір сөзінде айтып қалды. Ол жағының қалай боларын әзірше білмеймін. Серікке де бұл жайлы әлі ештеңе айтпадым. Ал Серіктің бүгінде 3 баласы бар. Қалада тұрады, жақсы қызметте істейді. Ата-енем де қалаға көшіп кеткен. Ауыл жаққа өте сирек келеді екен. Қызым болса, ол да өсіп қалды. Бұл қызымды да туып алғаныма Құдайға шүкір деймін. Ұлым мен екеуі бір-біріне жанашыр, серік болып жүр. Ал әпкем болса, 2-ші рет тұрмыс құрып кетті. Көрші ауылда тұрады. Сіңілім де тұрмысқа шықты. Мен осы қара шаңырақта ата-анаммен қалдым. Сол баяғы базарда саудадамын. Қазіргі жағдайымыз жаман емес. Тұрмыс құрмадым. Қалған өмірімді балаларыма арнағым келді. Тек іште Серікке деген қимастық сезім мен орны толмасы өкініш қалды. Басыма қонған бақты бағалай алмай ұшырып алдым. Тәңірім адамға 3 рет қана бақ береді екен ғой. Оны ұстап қалсаң, бағыңның жанғаны. Ал егер ұстап қала алмасаң, бақытсыз болғаның екен. Осы себепті бақытты да адал жолмен іздеп, басыңа қонып жатса бағалай білу қажет екен. Кейіпкердің өз жазбасы тек көркемдік жағынан ғана өңделген. Мен автордың бір туындысын кездейсоқ оқып қалып, өз парақшасына кіріп басынан бастап соңына дейін қарап оқып шықтым. Қилы-қилы әйел ана тақырыптарына жазылған шығармаларын оқып, өз өміріме көз жүгірттім. Менің де ішке бүккен ащы сырым мен мұңым бар еді. Мен де рухани демеу мен ақыл кеңеске зәру едім. Сөйтіп жазушы әпкеміздің контактысын алып хабарласып, өз өмірімнен сыр шерттім. Мен әлі күнге дейін алдымен әпкемді тыңдап, мені сүймейтін жігітті арбап, аяғым ауыр болып, өзіме үйлендіруге мәжбүр еткеніме өкінемін. Отбасылық өмірім алдау, арбау, шантаж жасаумен құрылды десем де болады. Мұндай жолмен тапқан бақытым әрине ұзаққа созылмады. Сонда да өзім сүйген адаммен бірге болу үшін ар ұят намыстан аттап, Серікке қолым жетті. Бірақ және анам мен әпкемнің ықпалымен ажырасып кеттім. Артымнан 3 рет келді. Онда да қорқақтығым, ынжықтығым ұстап, өзім шешім қабылдай алмадым. Үлкен бастарын иіп, ата-енем алып кетуге келгендерінде де анамның сөзінен аттап кете алмадым. Екі ортада өзім бақытсыз, балам әкесіз қалды. Бірінші бақ дегендей басыма қонған бағымды бағалай алмадым. Ол кезде тым жас едім, қателік жасадым, мойындаймын. Кейін ес жиып, ақыл тоқтатар шағымда осы ісімнің барлығына өкіндім. Бір рет аяғымда шалыс басып, 2-ші рет тағы солай болып,
Қателіктен қателікке ұрына бердім. Қазір ойлап отырып жаным күйзеледі. Алайда амал қанша. Балаларымның барына шүкіршілік етемін. Жаман ба, жақсы ма, ата-анам бар жанымда. Серікті жүрегімнен сызып тастай алмадым. Ол үйленіп кеткеннен кейін де оны көп ойлайтынмын. Екінші рет Азаматқа тұрмысқа шыққанымда да алғашқы күйеуімді онымен салыстыра беретінмін. Азаматқа жүрегім жылымады. Ол да мұны сезетін. Сөйтіп, соңғы рет дау жанжалдан кейін ұлымның өмірін ойлап ажырасып кеттім. Серіктің өмірін әлеуметтік желілерден бақылап жүретінмін. Тек ол өз отбасын көп көрсете бермейтін. Тек бір суретінде ғана әйелінің парақшасынан алынған екен, үстіңгі жағынан аккаунтын біліп алдым. Сөйтіп, сол арқылы әйелінің парақшасына кіріп қарадым. Әйелі расында да өте білімді әдемі келіншек екен. Балалары да толыққанды отбасында, ата-анасының жанында өте бақытты отбасы екендері көрініп тұр еді. Осы кездері ішімді бір түрлі қызғаныш кернеп, көңілім түсіп біраз жылап қалдым. Серік те өте бақытты екені көрінді. Барлық суреттерінде әйелін құшақтап түседі екен. Әйелін қатты жақсы көретіні білініп тұр еді. Іштей өзімді сол келіншекпен салыстырдым. Өз-өзімді бағалауым қатты түсіп кетті. Жанымда мені түсініп сырласып, әңгімелесетін жақын адамым да жоқ екен. Сыртым бүтін, ішім түтін. Тек балаларым менің бақытсыз екенімді сезбесін, білмесін деп ішкі күйімді жасырамын. Бар бақытым, алданышым, жұбанышым осы балаларым ғана. Ал ұлым әкесін іздеп барамын десе қарсы болмаймын. Ол үйдегі бауырларымен араласамын десе де қарсы болмаймын. Тек ата-анам ұлымды жастайынан бауырларына басып, әкесі туралы мүлде айтқызбайтын. Анам мен жоқта әкең сендерді тастап, басқа қатынға кетіп қалған. Оның өзінің ұлы да қызы да бар. Сені есіне де алмайды. Сені біз бағып-қағып өсірдік. Сен атаңның баласысың, деп құлағына құя береді екен. Осы себепті де балам осы күнге дейін әкесі жайлы көп айтпайтын да сұрамайтын да еді. Тек кейіннен анамның бұлай айтатынын біліп қойғаннан кейін балама барлығын түсіндіріп берген болатынмын. Содан бері міне жақында 9-шы сыныпта аяқтасам, әкеме барамын деп айтып қалды. Содан бері ойланып жүрмін. Алда не болары бір жаратқанға ғана аян. Өз өмірім жайлы жаздырудағы мақсатым, жазушының әңгімесін оқыған жас қыздар болса, ойланса екен деймін. Өз сүйгенін өзіне үйлендіру үшін алдап, арбап, баламен қорқытып біреудің тағдырымен ойнамаса екен. Әсіресе баланың тағдырымен. Менің қолдаушыларым, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.